Жаз енді ғана басталса да күннің қызуы 35 градустан жоғары. Синоптиктердің болжауы бойынша осындай температура маусымның ортасына дейін жалғасатын көрінеді. Өз кезегінде Жамбыл облыстық төтенше жағдайлар департаменті қажетті шараларды қолдануды бастап кетті. Вечером 7 июня 7 маусым күні Қазгидрометтен Жамбыл облыстық төтенше жағдай департаментіне хабарлама түсті. Онда Жамбыл облысында ауа райы күрт ысиды делінген, яғни 35 градустан 40 градус аралығында. Тұрғындарды сақтандыру мақсатында департаменттің кезекші бөлімі олардың ұялы байланыс құралдарына арнайы хабарламалар жіберді. Күннің күрт құбылуына қарамастан дерті дендеп ауруханаға түсіп жатқандардың қарасы қалың емес. Әзірге жедел жәрдем қызметкерлері алғашқы көмек көрсетіп, жағдайды тұрақты ұстауда. Сақтықта қорлық жоқ, әсіресе қан қысымы жоғары жандарға ақ халаттылар абай болуды ескертеді. Осы бір аптаның ішінде ауа райының өзгеруіне байланысты қан қысымы көтерілген 2 адам түсті. Біз олармен жұмыс барысында диетаның 10 стол түрін ұстаудың жөн екендігін айттық. Себебі ол қан қысымы жоғары адамдарға пайдалы. Ыстық күнде жүрмей, салқын орындарда сақтанғандары жөн. Өздерін төнген қатерден қорғау мақсатында қала тұрғындары салқын су ішіп, мейлінше көлеңкеде тыныстауда, ал кейбірі мүлде көшеге шықпауды жөн санайды. Мен 70-темін жасым. Біздің жасымызда біз мынандай қол шатырменен жүруіміз керек. Орамал тартып жүрсе де болады, ақ орамалдар, ақ киім кисе де болады. Мен өзім осыны жазда өзімнің жаңағы қан қысымым жоғары болғаннан кейін осылай өзім сақтанам. Балалар аптап ыстықтан сақтану үшін көбіне су бұрқақты айналшықтап жүр. Су шашып салқындайтын ойыншықтардың да осы сәтте саудасы қыза түскен. Ал қаладағы барлық қауыздар лық толы. Дегенмен құтқарушылар ата-аналарға шомылу маусымында балаларын бақылаусыз қалдырмауды ескертеді. Бірер күн бұрын ғана Тараздағы қауыздардың бірінде 8 жасар бала батып кетіп көз жұмды. Сондықтан аптап ыстықтан қорғану кезінде өздеріңіздің және жақындарыңыздың денсаулығына мұқият болуды 112 ескертеді. Болады Жолдасбек, Камила Джумадилова, Арман Сабыр, 7 News.